Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге Шырағай платформасы арқылы сабаққа қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасауды көрсетемін. Яғни бұл Шырағай платформасы, бұның ішінде көптеген қызықты дүниелер жүзеге асыруға болады. Сосын ішінде қысқа мерзімді жоспар. Қысқа мерзімді жоспарға басамыз. Дәл осы жерде пән, сыныбы, тілі, сабақтың тақырыбы, оқу мақсаттары барлығы көрсетіледі. Қазір мен сабақ беретін сыныпқа қымыжы жасап көрсетемін. Енді сабақ мақсатын жазуға болады бұл жерге. Одан кейін генерациялау, яғни 2-5 минут аралығында дайын қымыжы пайда болады. Сынып таңдаймыз. Сынып бізде 9 сынып, Қазақстан тарихы. Сабақтың тақырыбын біз қазір неден таңдап алаймыз. Қысқа күнтізбелік жоспардан Астана тәуелсіз Қазақстан астанасы. Осыған сай біз оқу мақсатын аламыз. Оқу мақсатын қоямыз. Мақсат қосуға да болады, бірақ бізге берілген бір мақсат. Сабақ мақсатын и арқылы құрастыруға да болады. Қазір біз жасап көреміз. Сабақ мақсатын шығарып алайық. Сабақ мақсатын шығардық. Енді бізде генерациялау және кітап арқылы, яғни кітапқа барамыз. Біздің кітап, бізде Қазақстан тарихы, Атамұра 2024 9 сынып таңдаймыз. Дәл осымен толыққан алдын ала қарауға болады. Сабақтың тақырыбы, сабақ мақсаты барлығы көрсетілген. Енді біз толық қарап шығайық бәрін. Кеттік. Енді генерациялау 2-5 минут аралығында болады. Сәл күтеміз. Все, бізде дайын болды. Енді Word документті біз жүктеп аламыз. Міне барлығы берілген. Сабақ мақсаты, пәні, оқушының әрекеті, бағалауы, мұғалімнің әрекеттері барлық көрсетілген. Оқулық тапсырмаларынан алынған. Түбегейлі жасауға болады. Жүктеп аламыз. Жүктеп алдық. Ашып көреміз Word документті. Рұқсат береміз редактировать етуге. Енді қарап отырсаңыздар, барлығы 30-шы бұйрыққа сай сабақ мақсаты, құндылықтар берілген, аса назар аударуға болады. Басқа топтық жұмыс құрмет негізінде кері байланыс арқылы бере алады. Ұйымдастыру кезеңі, бағалау, ресурстар, білімді жаңарту, өткен тақырыптарды еске түсіру 2 сұрақпен, жаңа білімді меңгеру барлығы толық берілген. Практикалық тапсырма, жеке тапсырма, екінші жеке тапсырма, толыққанды берілген. Топтық тапсырмалар, бекіту, рефлексия және үй жұмысы және оқушыларды сабақ ортасында орындайтын тапсырмалары. Осылай Шырағай платформасын қолдана отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын тез, уақытыңызды үнемдеп, Шырағай платформасы арқылы тез жасауға мүмкіндік бар. Қолданыңыздар, пайдаланыңыздар.